Сәлем достар, сіздермен қайта қауышып тұрғаныма қуаныштымын. Таң атып таңғы асқа не берсем екен деп ойланып отырсаңыздар, тура осы рецепт сіздерге қажет болады. Нан барлық үйде табылады. Нанды қалаған формаға кесіп аламыз. Мен сүйкімдірек көріну үшін 4 бұрышты формаға келтіріп, турап, арасын ашып, пышақпен тіліп алдым. Бұндай жағдайда наныңыз желінбей жатса, қатып қалған нан болса да, осылай кәдеге жаратсаңыздар болады. Тіпті свежий нанды да қолдансаңыздар болады. Бұған көп нәрсе қажет емес, бар жоғы 3 жұмыртқа болса болғаны. Қандай жұмыртқа екені маңызды емес. Егер қолдың жұмыртқасын қолданатын болсаңыздар, маған ұқсап, сап-сары әдемі болып шығады. Мінекей нанымыздың барлығын турап алдық. Енді жұмыртқамызды ыңғайлы ыдысқа шағып, вилканың көмегімен жақсылап қозғап аламыз. Достар, бұның арасына ешқандай шекер, тұз, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Жай ғана бірдеңе қосқым келіп тұр десеңіздер, сыр үккіштен өткізсеңіздер, ол тіптен плавленый ыстық күйінде басқаша болады. Пицца сияқты болады. Осылай вилканың көмегімен өткізіп алдық. Аздап сүт қоссаңыздар да болады. Бір жұмыртқаның көлеміндей ғана массада қосасыздар. Көп қосудың қажеті жоқ. Келесі кезек, біз пісіру кезеңі. Табаға майды 1 см көлемінде құясыздар. Және қызып тұрған майға салатын болсаңыздар, сіздердің нандарыңыз майды қатты сорып алмайды. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Әр аптада мен сіздермен жаңа рецепттермен бөлісуге асығамын. Комментария бөліміне де өз ойларыңызды жаза кетулеріңізді сұранамын. Көпшіліктеріңіз тіркелмей көреді екен, сіздер тіркеле кетіңіздер. Сіздердің барлығыңыздың мен үшін орындарыңыз бөлек. Мінекей жұмыртқаға нанның бөліктерін малып майға салдық. Өте көп уақыт кетпейді. Қуырылуына 1-1,5 минут жеткілікті. Мінекей бір беті демде қызарып бастайды. Өзімізге ұнаған ыдыстарға майдан алып жайғастырып, ыстық күйінде ыстық шаймен тартсаңыздар болады. Дастарханға мархабат, ас болсын. Сіздермен бірге болған мен, Гүлдана Сауқымбаева. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.